Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің үнемі жасайтын борщ тамағының өз құпиясымен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, дәл осы тағамды сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен осындай үлкен кесекті ет, пияз, болгар бұрышы, картоп, капуста, алдын ала үккіштен өткізілген сәбіз және де қайнатылған қызылша қажет болады. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, етімізді осылай үлкен көлемде өз қалауларыңызша төрт бұрышты немесе ұзынша етіп турап аламыз. Осылай турап алғаннан кейін келесі кезекте капустамызды да ұзынша көлемде бір келкі етіп турап аламыз. Келесі кезекте осылай барлығын турап дайындап алғаннан кейін отымызға табамызды қойып, ішіне алдын ала дайындап алған майымызды құйып, майымыз қызған уақытта үстіне алдын ала турап алған етімізді салып, етіміз қызарып, суы толықтай тартылғанша осылай жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дәл осы етіміздің үстіне алдын ала турап алған пиязымызды да салып, оны да етімізбен бірге жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте қуырылған етімізбен пиязымыздың үстіне алдын ала турап алған болгар бұрышымен үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, келесі кезекте қысқа арналған қатырылған томатымызды салып, одан кейін үстіне су құямыз. Сіздерде қатырылған томат болмаса, арнайы томат түрін қолдансаңыздар да болады. Ендігі кезекте біз сорпамыздың қайнағанын күтеміз. Дәл осы рецепттің толық құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, біздің сорпамыз қайнаған кезде үстіне алдын ала турап алған капустамызды салып, тағы да жарты сағат уақытқа қайнатуға қалдырамыз. Жарты сағат қайнағаннан кейін үстіне алдын ала турап алған картопымызды да салып, және де дәміне қарай тұзымызды салып, және де алдын ала үккіштен өткізілген қызылшамызды да салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Міне, біздің өте керемет болып шыққан тамағымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.